Діни басқарманың жұмыстары 30 жылда әртүрлі бағытта дамыды. Шын мәнінде бұл муфтияттың жұмысын бір тұтастық ішінде алып қарау керек. Осыған дейін бізде муфтияттың өзінің студиясы болды, бірақ телеарнасы болған жоқ. Телеарна ашу деген өте үлкен қаражатты қажет етеді. Муфтияттың өзінің телеарнасының ашылуы. Сонымен қатар Мұнара газетін ашу. Қазіргі алым жалған 5 томдық ислам энциклопедиясын жасау өте үлкен жобасы. Құран тәпсір жобасы. Сол секілді дін мен дәстүрдің жалғастығын одан ары қарай жалғап кетіп, ихсан тәрбие мектебін күшейтуі де бұл біздің дәстүрлі мектебіміздің қолдауы. Оған дейін біз дін мен дәстүр бағытын алып келіп, әдебиеттегі, дәстүрдегі, халық санасындағы дін мен дәстүр үйлесімін жоғары көрсетуге тырыстық. Жаңа кезеңде адамдар рухани тұрғыдан тоқырауға ұшырап жатқан қазір кезеңде рухани құндылықтарды, тәрбиеге бағытталған құндылықтарды алдыңғы кезекке шығару үшін ихсан мектебі өте жақсы бастама. Бұл біздің өзіміздің дәстүрімізге де сай келетін, ұлттық танымымызға да сай келетін, ұлттық менталитетімізге де сай келетін бұл бағыт. Сыртта отырып сынау оңай. Сіз ішке кіріңіз, көріңіз, аз мүмкіндіктермен өте үлкен істер жасаудың қандай ауыр іс екенін көресіз. Сол кезде біз түсіне аламыз, шын мәнінде имамдарымыздың, біздің әр аудандарда, әр облыстарда жасап отырған біздің муфтияттың өкілдерінің елдің бірлігі үшін жасап жатқан тек қана діни мәселелерде емес, көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуде де имамдардың атқарып жатқан қызметтері өте үлкен байқалмайды бізге. Шын мәнінде муфтият өзінің материалдық, әлеуметтік мүмкіндіктер шеңберінде мен айтар едім, тиісті, қажетті жұмыстарды қолынан келгенше жасап жатыр.